Химия, биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушысы Жібек Телтаева халықаралық спеллинг бей байқауының жеңімпазы атанды. Ағылшын тілін жетік меңгергендерге арналған сайыста 3000 үміткер бақ сынапты. Оқушылар алдымен онлайн тестілеу сайысында іріктелген, одан кейін күрделі сөзді әріптеп айтудан жарысыпты. Нәтижесінде халықаралық мамандардан құралған қазылар ең көп ұпай жинаған Жібекті жеңімпаз деп танды. Осылайша ол арнайы дипломмен қоса Ұлыбританияның Бристолия қаласына 1 апталық жолдама ұтып алды. Я была, конечно, очень счастлива. Мен жеңімпаз атанғаныма өте қуаныштымын. Шынымды айтсам, өзімнің жеңетініме сенген жоқпын. Байқауға жай қатысып көргім келді. Бірақ финалға жеткенде іштей мақтаныш пайда болды. Ал жеңімпаз атанып, жолдама алғандағы көңіл күйімді айтып жеткізе алмаймын. Өйткені Англия менің ең сүйікті елім. Ол жаққа баруды бала кезімнен армандаған едім. Это моя любимая страна. Жібек үшін Ұлыбритания сапары сәтті болғалы тұр. Ол 1 апта бойы түске дейін ағылшынның білікті мамандарынан дәріс алса, қалған бос уақытын сол елдің тарихи жерлері мен құнды дүниелер сақталған мұражайларын аралауға жұмсайды екен. Жібектің өзінің қабілеті бар, ағылшынға деген ынтасы, қызығушылығы өте мықты деп айта аламын. Мен бірінші жыл емес, уже 3-ші жыл беріп келе жатырмын ол оқушыға, сондықтан мен айта аламын, 3 жылдың ішінде ол деңгейі де өсті және бұрыннан келе жатқан білімі де мықты. Ол осы байқауға қатысып 1 апталық Лондонға, Бристоль қаласына 1 апталық мектепте оқуды жеңіп алды. Осындай алған сертификаттары ол халықаралық деңгейде болғаннан кейін ертең жоғарғы оқуға түскенде өте зор ықпалын тигізеді. Жібек Телтаева Англиядан арнайы келген Мария Макферсонның сабақтарына да қатысып жүр. Ағылшын тілінен білім көрсеткіші жоғары болуының бір сыры осы. Мечтала поступить именно в Англию. Англияның ең үздік жоғарғы оқу орындарына түсуді армандағанмын. Бірақ қазір менде әлемнің кез келген жеріне оқуға түсе алатын мүмкіндік бар. Сондықтан білімімді Америкада жалғастырсам деп жоспарлап отырмын. Өзіме инженер-биолог мамандығы жақын. Жалпы тірі ағза адамзаттың жаратылысы жайлы тақырып қызықтырады. Болашақта адам денсаулығына пайда келетін жаңа технология ойлап тапсам деймін. Изучать живые организмы вообще в целом человека. Жібектің ендігі мақсаты жан-жақты жоғары білім алу. Әлемдік деңгейдегі оқу орындарынан дәріс тыңдап, еліміздің дамуына үлесімді қоссам дейді.